Намыссыз боксер қауым, бүгін бізде қонақта әуесқой бокстың шыңын бағындырып, кәсіпқой бокста 6 жекпе-жек өткізген еліміздің мақтанышы, қыздар қауымының арманы, красавчик Асхат Уәлиханов. Асхат, қош келдіңіз. Рахмет үлкен, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Жалпы Қазақстанға қашан келдіңіз? Қазақстанға бір ай бұрын келдім. Америкада жүргеніңізге 2 жылдың көлемі болды. Жалпы Америкадағы өміріңіз қалай? Америкадағы өмірім жақсы негізінде. Бірақ күнде бір жағдай қайталана береді. Бір күндік өмірім, азанда тұрам, тренировкаға барам, келем, ұйықтаймыз, тамақ ішеміз, содан кейін екінші тренировкаға барамыз, қайтадан келеміз. Жәнібектен кейін әлемге әйгілі Топ-Рангпен келісім шартқа қол қойдыңыз, иә? Бүгінде әлемге әйгілі боксшылармен бір командадасыз. Оның ішінде кешегі өткен, осы жақында өткен керемет тамаша кештің жеңімпазы Ломаченко да бар. Жалпы мықтылармен жұмыс істеген қалай? Қазақ атамыз бекер айтпаған ғой, мықты болғың келсе мықтылармен жаттығу жаса деп. Соларға қарап бізде талпынамыз, мықтыларға қарап мықты болғымыз келеді. Мықтылармен жүрген маған өзіме ұнайды. Промоутер компанияда жұмысым жақсы, Аллаға шүкір. Жылына 4 кездесу береді. Мықтылармен келген кезде әрине өзіме ұнайды мықтылармен жаттығу жасау. Мықты болу үшін мықтылармен жаттығу жасау керек деп ойлаймын өзім. Чемпиондық белбеуге жаңағы жекпе-жек қашан өткізесіз? Шындығын айтқан кезде чемпиондық белбеу қазір әзірге белгісіз. Бір 3-4 жекпе-жектен кейін белгілі болады Құдай қаласа. Спортшыға психологиялық дайындықтың маңызы өте зор. Сіз өзіңізді қалай жігерлендіресіз? Психологиялық дайындықтан мен ондай қатты қиналмаймын, өйткені мен Аллаға шүкір 5 уақыт намаз оқимын. Бір Аллахқа тәуекел етіп, шаршалаңға көтеріліп шыға беремін. Жаңа мықтылар жайлы айтып жатырмыз. Өз салмағыңызда кімді мықты деп санайсыз? Бөліп жарып ешкімді айтпай қойын. Барлық қарсылас мықты болады, барлық чемпион мықты. Енді есімдерін айтамай қойын. Осы жылға қорытынды жасап жатырмыз. Биылғы жеткен жетістіктеріңізбен бөліссеңіз? Ең бастысы мен келім шартқа отырдым Топ-Ранг компаниясымен. Содан кейін 2 жекпе-жек өткіздім. Екеуінде де жеңіске жеттім. Келер жылдан қандай үміт күтесіз? Жалпы қандай жоспарларыңыз бар? Жоспар көп негізінде. Кем дегенде 5 жекпе-жек өткізу ойда бар. Алла қаласа. Содан кейін отбасын құру. Алла қаласа. Алла нәсіп етсе, келесі жылы жазға таман. Көп сарапшылардың айтуынша, жаңағы сізге промоутер ауыстыру керек деп жатады. Осы оймен келісесіз бе? Келіспеймін, неге маған промоутер ауыстыру керек? Өйткені менің промоутерім әлемдегі жақсы промоутерлардың бірі. Жақсы жұмыс істейтін. Мен ойлаймын, мен қажеті жоқ маған промоутер. Промоутерім да, менің менеджерім да өте әлемге әйгілі, танымал кісілер. Асхат, сізге алдағы жекпе-жектеріңізге тек қана сәттілік тілейміз, әрқашан жеңісті күндеріміз көп болсын. Бағдарлама демеушісі Аврора компаниясы Акмасепт сауда белгісімен.